Құрметті әріптестер, көптеген мұғалімдердің жекеме келіп түскен сұрағы ол қымыжыға құндылықты қалай дұрыс енгізуге болады? Яғни сабақтың қай кезеңінде біз құндылықтарды енгізіп дұрыс сабақты жоспарлауымыз қажет? Осы сұраққа өз білгеніммен жауап беремін. Өздеріңізге мәлім, биылғы оқу жылында Адал азамат тәрбие бағдарламасы бойынша құндылықтарды білім беру мазмұны мен сынып сағаттар арқылы біз енгізіп бала бойына дарытуымыз қажет. Яғни күнделікті қысқа мерзімді жоспарымызға құндылықтарды жазып енгізуіміз керек. Мен өзімнің қысқа мерзімді жоспарыма мына құндылық мақсатын алдым. Адамның қоғамдағы құқықтары мен жауапкершілігі туралы алғашқы көзқарастың болуы. Қараша айында тәрбие құндылығы ол әділдік пен жауапкершілік. Яғни Адал азамат тәрбие бағдарламасын ашсаңыздар, барлық құндылықтарға мақсаттар берілген, оқушылардың жас ерекшелігіне сай. Біріншісі, көріп отырсыздар, мектепке дейінгі ұйым түлегі. Бұл балабақша мен мектеп алды даярлық тобына арналған мақсаттар. Одан кейінгі бастауыш мектеп түлегі бұл 1-4 сыныптар оқушыларына арналған. Одан кейінгі негізгі орта мектеп түлегі бұл 5-9 сыныптарға арналған құндылық мақсаттары. Одан кейінгі жалпы орта мектеп түлегі бұл 10-11 сынып оқушыларына арналған құндылық мақсаттары болып табылады. Осы бағдарламадан мақсаттарды алып, өзіміздің күнделікті қысқа мерзімді жоспарымызға енгізіп кіріктіріп отырамыз. Өзімнің сабағымның барлық кезеңінде тәрбие құндылығының элементін қосу арқылы бала бойына дарытуға тырыстым. Ресурстарға суреттерді қойдым. Бірінші сурет ол мектептің суреті. Осы мектептің суреті арқылы оқушылар өздерінің құқықтары мен жауапкершілігін сезінді. Яғни оқушының жауабы мен жасанды интеллект арқылы суретті тірілтіп сәйкестендірдік. Екінші сурет отбасының суреті. Отбасындағы әр адамның құқығы мен жауапкершілігі туралы балаларда түсінік қалыптасты. Және үшінші суретте бізде жол қозғалысына берілген жол ережелері. Яғни бұл сурет арқылы оқушылар өздерінің құқығы мен жауапкершілігін, жеке басының қауіпсіздігін сақтау қажеттігін түсінді. Өзімнің сабағымды оқу мақсатына негіздеп, құндылық мақсатын ала отырып, жасанды интеллектпен өткіздім.